Sen de diyorsun ya. Балаңызды алып шықпадыңыз ғой, не дейді? Сағат береміз дейді. Қанша уақыт күт дейді? Бір екі сағат күтіп тұр. Енді не айтамыз бұл өкіметтің әділетсіздігі. Балам тек қана еріп сөйлеуге барған, ұқпай құлағы керең. Және жаза беріп отыр. Өкімет осындай істесе бола ма? Халықты ойламай ма? Қытай үшін осындай әділетсіздік қой мынау. Не деген сұмдық қой. Жоғары дәрежелі өкіметке арызданамыз. Жаза беретін түк те қылмыс емес, бұл қылмысқа жатпайды. Мақсат істеген жоқ, тек қана еріп барып еді, мінекей осындай шара көрді. Осы өкіметтің әділеттігі ма? Қазақстан өзіміздің шаңырағымыз, еліміз, жұртымыз деп келгенбіз. Қытай тастап. Келгенде Қазақстан бізге ғана опысы осы ма? 80-ге енді қыстай 8-9 рет келдік. Қыстай ит көрмеген көрдік. Кемпір шал, өлеріміздің шағымызда біздің. Мынандай күн көрсетті. Ішіміз қайып жалайды. Тоқаев пен Назарбаевқа. Шеп айтқанда айта берсек сөз көп. Тез арада мына осы мәселені бір тарап қылсын. Халық обал қылмасын. Халық керек. Мемлекет халықпен мемлекет болады. Орынсыз соттай берсе, орынсыз жазалай берсе, осында халық па, осында ел болам, осында халық болам, осы мемлекет бола ма? Қытайдың бір жапырақ жүпірегін өртетіп жазықсыз соттап жатыр.